Бесінші тарау. Си және Би. Қарсы соғатын желмен сіресіп қалатын тымырсықты ойлап, капитан Гульдің мазасы кетті. Өйткені Жаңа Зеландиядан Вальпараисоға дейін әдеттегі мерзімнен көп болса 1-2 жеті уақыт артық жүрер. Әбігер-шегерлік түк те жоқ. Бірақ бұл сияқты кездейсоқ кідіріс жолаушыларды қалжыратуы мүмкін. Мүлгіген тымырсықпен қарсы соққан жел пилигримді мұхиттың осы бөлегінде аялдатқанның арқасында ғана қираған кемеге паналаған 6 тірі жанға капитан Гуль жәрдем ете алды. Ендігі мәселе апат уақытында ұдайы 3 жыл азаптанып, азды көпті тапқаннан айырылған 5 негрді еліне жеткізіп, басталған адамгершілікті ақырына жеткізу ғана. Үстіндегі жүгін кит майын Вальпараисоға өткізіп, пилигрим оңтүстік пен солтүстік Америка жағалауын бойлай жүзіп, Сан-Францискоға баруы керек. Миссис Уэлдон Том және оның жолдастарына Калифорниядан Пенсильванияға жетулеріне қаражат беретін болып уәде етті. Негрлер миссис Уэлдонның мына уәдесін естіп қатты қуанысты. Олар бұларға онсыз да борышты еді. Олар миссис Уэлдон мен капитан Гульге шын көңілдерімен алғыс айтты. Борышымызды бір кездері өтерміз деген үміт ізгі адамдардың көңіліне терең сыр болып сақталып қалды. Миссис Уэлдон жол қиыншылығына ешқандай наразылық білдірмей аса шыдамдылықпен төзді. Сол күні 2 ақпанның кешінде Вальдек қаңқасының қарасы үзілді. Капитан Гуль өлімнен құтқарылған негрлерге барынша жақсы жағдай туғызуға тырысты. Пилигримнің командасы тұратын бөлме жаңадан 5 адам қосылған соң тығыздық ете бастады. Сондықтан капитан Гуль негрлерді кеменің арт жағына, палубаға орналастырмақ болды. Олар ауыр жағдайларда жұмыс іздеп көндіккен адамдар ғой. Анау-мынау ыңғайсыздықты елегенде жоқ. Ауа райы жақсы түндерде күндізгі ми қайнатқан ыстықтан кейін ашық ауада жатып ұйықтаудың өзі қандай рахат. Пилигрим үстіндегі өтіп жатқан бір қалыпты тамаша өмірді Вальдектің кездесуі бұзып жіберген тәрізденді. Бірақ ол жағдай ұзаққа бармады. Кеме үстіндегі тұрмыс бұрынғы қалпына қайта түсті. Том, Остин, Актеон, Бат, Геркулес жұмыстың нендей түрі болса да тартынбастан шын ықыластарымен істеп жүрді. Бірақ жел үнемі бірыңғай соғып, желкендер тегіс көтеріліп қойылған кездерде кеме үстінде істейтін жұмыс та болмайтын. Оның есесіне жел ыңғайына байланысты кеме бағытын өзгерту керек болған шақтарда қарт негр жастармен бірге экипажға жәрдемдесуге асығатынды. Алып денелі Геркулестің арқан тартқан кездерінде басқа матростардың істеуге жұмыс таппай қолдарын қусырып тұрып қалатынын айта кету керек. Бойы 6 футтан астамырақ келетін бұл қуатты жігіт тегершікті өзі жалғыз-ақ айналдыра беретін еді. Кішкентай Джек алып негрдің жұмыс істегеніне таңдана қарайтын болды. Геркулес оны қуыршақтай етіп жоғары секіртетін. Ал Джек мұндай ойыннан сескенбек түгіл қайта рақаттана сықылықтайтын. «Геркулес, әлі де жоғарырақ!» деп айқайлайтын ол. «Тағы секіртейін, Джек!» дейтін Геркулес. «Шаршаған жоқсың ба? Сені тіпті қаңбақ құрлы көрмеймін. Ендеше әлі де жоғарылақ секірт, барынша жоғары!» Кейде Геркулес өзінің жалпақ алақанына Джекті тік тұрғызып, қолын соза, бейне цирк ойыншылары секілді палубада жүретін. Геркулестің мұнысына жаны сүйсінген Джек өзін алыпқа теңеп, бәріне жоғарыдан қарайтын еді. Ол барынша салмағын салса да, Геркулес оны қаңбақ құрлы көрмейтін еді. Сөйтіп кішкентай Джектің досы екеуі болды. Біреуі Диксент, енді біреуі Геркулес. Ол көп кешікпей-ақ Дингоны 3-ші дос етіп алды. Дингоның адамға үйірлігі жоқ төбет екенін жоғарыда айтып өттік. Оның бұл қасиетінің өрши беруі Вальдектегі адамдар иттің көңіл күйіне жақпағандығынан болуы да мүмкін. Бірақ пилигримге келген соң иттің мінезі жедел өзгерді. Шамасы кішкентай Джек Дингоның ықыласын өзіне аударып алудың амалын тапса керек. Динго баламен құмарта ойнайтын. Бұл ойын балаға да зор қуаныш ермек болды. Динго өте баланы жақсы көретін иттердің бірі еді. Джек те оны ешқашан зәбірлеп әурелеген жоқ. Төбетті бәйгі атына айналдырып алу иттің ықыласын өзіне аударып ала алғандық емес пе? Қай бала болса да мұндай атты аяғына дөңгелек орнатып, әбден жасандырып қойған ағаш аттан анағұрлым артық көреді деп ойланбай-ақ айта салуға болады. Кішкентай Джек Дингоға мініп мәз байрам боп үнемі шапқылайтын да жүретін. Ит те өзінің кішкентай досының зауқы шапқан талабын
арсалаңдап қуана қарсы алатынды. Өзі арық балада не жөнді салмақ болсын, үстіне мінген Джекті Динго тіптен ауырламайтынды. Баланың мейірімі қандау. Бірақ бұл жағдай камбуздағы қантты шығындатты. Көп кешікпей Динго бүкіл экипаждың еркесі болып кетті. Дингомен кездесуге жалғыз-ақ Негороның зауқы шаппай аулақ жүретін болды. Неге екені белгісіз, алғашқы кездескен сәттен-ақ ит оны жек көре бастап еді. Дик Сэнд пен Джек екеуі ескі дос қой. Джектің итпен айналысуы екі достың арасындағы көптенгі татулықты салқындата алмады. Дик Сэнд өзінің қызметтен бос уақытын бұрынғысынша кішкентай досымен ойнап өткізетінді. Бұл екеуінің достасып кеткеніне миссис Уэлдонның да аса риза болғандығы өзінен өзі түсінікті. Бір күні, бұл ақпанның 6 күні болған еді, миссис Уэлдон капитан Гульге Дик туралы әңгіме айтты. Капитан жас матросты қызулана мақтады. Осы баланың тамаша капитан болып шығуына мен кепіл, деді капитан. Оның жаратылысында теңізге деген бір түрлі ерекше сезім бар. Оның білімді өте тез меңгеріп ала қоятынына таңым бар. Және аз уақыттың ішінде қаншама нәрсе үйренді десеңізші. Мұның үстіне, деді миссис Уэлдон, адалдығы мен ақпейілдігі бар. Жаста болса байсалды да ұқыпты бала. Мен оны көптен білемін. Өмірі кісі ренжерлік іс істеп көрген емес. Несін айтасыз? Деп капитан іле түсті. Бұл Дик деген жігіттің сырбазы ғой. Оны жұрттың бәрі жанындай жақсы көреді. Әрине, бұл тегін емес. Сан-Францискоға барған соң деп сөзін жалғастырды миссис Уэлдон. Капитандық диплом алып шығу үшін менің ерім оны теңіз мектебіне береді. Онысы өте жақсы, деді капитан Гуль. Диктің бір уақытта жақсы теңізші болып шығатынына сенімім мол. Бейшара баланың балалық шағы ауыр жағдайда өтті ғой. Бұл бала өмірдің ауыр мектебінен шықты. Диктің қиыншылық мектебінен алған сабағы бекерге кеткен жоқ. Адамды адам қатарына қосатын тек қана қажырлы еңбек екенін Дик жақсы білген. Ол осы күнде де дұрыс бағытта. Өзіңіз байқасаңыз, миссис Уэлдон, деп капитан Гуль сөзін жалғастыра берді. Ол қазірдің өзінде ақ штурвал вахтасында тұрып, бушприт басынан көзін айырмайды. Ол аса ұқыпты да басқа нәрсеге алаңдамайды. Сондықтан да кеме өз бетімен қаңғымай, бет алған бақытқа тура жүреді. Бұл балада осы күннің өзінде ақ тәжірибелі рульшінің қалпы бар. Бұл әдет теңізші үшін жақсы бастама. Сіз білесіз бе, миссис Уэлдон, жақсы теңізші болу үшін теңізшілік кәсібімен бала жастан шұғылдану керек. Жастайынан матростың қызметін атқармаған адам еш уақытта да жақсы капитан болып шыға алмайды. Әсіресе сауда кемесіне капитан бола алуы мүмкін емес. Балалық шағыңда бәрінен де сабақ алсаң, сенің істеген ісіңнің орынды болып шыға беретіні былай тұрсын, тіптен ішкі сезімнің өзі ақ істетеді. Соның нәтижесінде кеменің желкенін ауыстырған сияқты оп-оңай тоқтамға келесің. Дегенмен, озат теңізшілер соғыс кемелерінде де аз емес қой, деді миссис Уэлдон. Әрине, бірақ мен білген озат теңізшілердің бәрі де қызметті жастайынан теңіз ісінен бастаған. Бұл жөнде Нельсонды, тағы басқа озат теңізшілерді еске алсақ та жетеді. Осы уақытта Бенедикт ағай каютасынан шығып палубаға көтерілді. Ол бұрынғы әдетінше ойға шомған күйі, жарық саңылау біткенді сығалап, борттың сымала жабысқан жерлерін тіміскелеп, абыржыған кескімен палубаны кезе берді. Жайыңыз қалай, Бенедикт ағай? Деді миссис Уэлдон. Рахмет, Уэлдон қарындас. Шүкір, жаман емес. Ренжитін жөнім жоқ. Әйтсе де тезірек жерге жетсек екен деймін. Мені асықтырып жүрген тек осы ғана. Бенедикт мырза, сіз скамейка астынан не іздеп жүрсіз? Деп сұрады капитан Гуль. Шыбын шіркей іздеп жүрмін, судар, деп кейіген кескінмен жауап қатты Бенедикт ағай. Мен олардан басқа не іздеуші едім? Шыбын шіркей, бір өкінішті жері сізге әлде де болса шыдай тұруға тура келер. Ашық теңізде коллекцияңызды толтыра алмассыз деймін. Толықтырмайтын несі бар? Кеме үстінде шыбын шіркейлердің бірнеше түрі болатыны түсінікті. Жоқ, Бенедикт ағай, деп миссис Уэлдон оның сөзін бөлді. Сіздің капитан Гульге ренжуіңіз тым-ақ орынды. Бұл кісі кемесін барынша таза ұстайды. Сондықтан сіздің шыбын шіркей іздеп әуре болуыңыз бекершілік. Капитан күліп жіберді. Әрине, миссис Уэлдон әзілдейді ғой, деді ол. Бірақ егер сіз каютадан шыбын шіркей іздесеңіз, шынында да уақытты бекерге өткізерсіз ау деймін. Білемін, деп Бенедикт ағай ызалана айқайлап,
иығын қомдай түсті. Каюталардың ұңғыр-шұңқырын қалдырмай әбден қарап шықтым. Бірақ сіз трюмді тінтіп көрсеңіз, деп капитан Гуль сөзін жалғастыра берді. Ол жерден тарақан табуыңыз ықтимал. Әрине, ол сияқтылар сізге қажет бола қалса. Қажет болуында сөз жоқ. Олар тамақ таңдамайтын, тік қанатты жәндіктер. Мекендейтін жері былғанышты лас, деді капитан Гуль. Борт патшалығы, деп Бенедикт ағай оның сөзін түзей қойды. Тарақан патшалығы. О, судар, сіздің энтомолог емес екендігіңіз бірден ақ көрініп тұр. Ешқандай да. Сіз мұнаған құлақ салыңызшы, Бенедикт ағай, деп күлді миссис Уэлдон. Ғылымды сүйсеңіз де, дымыңды шығармай тарақанға жем бола беріңіздер деп те айтпассыз деймін. Қарындас Уэлдон, сізге ешқандай талабым жоқ, деп қатты қызуланған энтомолог. Менің талабым біреу ақ. Ол сирек кездесетін жәндіктермен коллекциямды толықтыру ғана. Демек сіз Жаңа Зеландиялық табыстарыңызға наразы екенсіз ғой? Керісінше, қарындас Уэлдон, өте ризамын. Мен ол жерден стафилин деген қоңыз ұстадым. Бұл қоңызды менен бұрын ғалымдар тек қана Жаңа Каледониядан тапқан. Манадан бері Джекпен ойнап жүрген Динго осы сәтте Бенедикт ағайдың қасына келді. Кет әрі, кет, деп ақырды ол иттей термелеп. О, Бенедикт мырза, деп үн қатты капитан Гуль. Итті жек көріп, тарақанды тәуір көргеніңіз қалай? Иә, осындай жақсы итті жек көруге бола ма? Деді кішкентай Джек екі қолмен Дингоның басын құшақтап. Иә, бәлки, деп міңгірледі Бенедикт ағай. Бірақ бұл жек сүрін менің сенімімді ақтамады, алдап кетті. Бенедикт мырза, бұныңыз қалай? Деп миссис Уэлдон шаңқ етті. Сіз шынымен де Дингоны қос қанаттылар, немесе қабыршақ қанаттылар тобына жатқызғыңыз келе ме? Жоқ, деп шындап дауыс қатты ғалым. Динго австралиялық иттердің тұқымынан болғанымен, ол батыс африкалық жағалаудан табылған. Әбден дұрыс, миссис Уэлдон оның сөзін мақұлдады. Том мұны Вальдекте болған уақытында естіген. Сондықтан мен бұл хайуанның үстінде батыс африкалық жануарлар дүниесіне тән бірер жәндік болар деп түсінген едім. О, тоба, деді миссис Уэлдон. Оның үстінен оңдырмай шағатын бірер бірге табылып қалуы да ықтимал. Динго, естимісің? Деді капитан Гуль. Естимісің? Сен борышыңды өтемепсің ғой. Бірақ мен оның жүнін тарап босқа өре болдым, деді энтомолог өзінің ренжіп қалғанын жасырмай. Оның үстінен ең болмаса жалғыз бүрге де табылмады. Егер оның үстінен бүрге табыла қалса, сіз оны өлтірер ме едіңіз? Деп сұрады капитан. Судар, деп Бенедикт ағай салқын жауап қатты. Сэр Джон Франклин ешқашанда жәндікті бекерден бекерге өлтіре бермеген. Мұны біліп қою сізге артық болмас деймін. Ол кісі тіптен бүргенің шаққанынан анағұрлым улы Американ масаларында өлтірген емес. Сэр Джон Франклиннің теңіз ісінде аз да болса еңбегі бар екендігіне таласпассыз деймін. Дұрыс, деп капитан Гуль басын изеді. Бір кезде оны көк шыбын москит жағыпты, бірақ Франклин оны үркітіп жіберіп былай депті. Жөніңе кетсейші, дүние кең, екеумізге де еркін жетеді ғой. Аха, деді капитан Гуль көп мағыналы үнмен. Судар, Бенедикт мырза, бұл сөзді Франклиннен көп бұрын басқа біреудің айтқанын білесіз бе? Басқа біреу? Иә, оны Тобы ағай айтқан екен. Ол энтомолог болған ба? Деп сұрады жалма-жан Бенедикт ағай. О, жоқ, сіздердің Тобы ағай энтомолог болмаса да, мұрнының астына келіп ызыңдаған шыбынға, әрге тоңбаған сорлы, мен саған зиян келтіріп қайтем. Дүние кең, қысылып қымтырылмай-ақ екеуміз де еркін сиямыз, деген сөзі мейірбандық етіп айта алған. Бұл Тобы ағай дегеніңіз жігіт екен, деп айқайлады Бенедикт ағай. Ол кісі өлген бе? Өлген болар деймін, деп жайбарақат жауап қайтты капитан Гуль. Өйткені Тобы ағайдың өзі дүниеде болған емес. Жұрттың бәрі Бенедикт ағайға қарап күліп жіберді. Бұл сияқты достық әңгіме әзіл, ұзаққа созылған жолдың қысқаруына себепші болды. Бенедикт ағай қатысқан жердегі әңгіме энтомология ғылымының маңында болатындығы өзінен өзі түсінікті. Теңіз беті толқынсыз үнемі тынық болды. Бірақ баяу ескен жел кеме желкенін әлсіз керіп, пилигримнің шығысқа қарай жүзуі маңдымады. Капитан Гуль кеменің жел жақсы соғатын аймаққа енуін асыға күтті. Бенедикт ағай энтомологияның жасырын сырын Дикке түсіндірмек болып әрекеттенгенін айта кетуіміз керек. Бірақ жасөспірім оның бұл құрметіне көңіл бөліңкіремей,
жалтара берді. Сондықтан ғалым лекцияны негрлерге оқи бастады. Ақырында шыбын-шіркей туралы әңгімелерден олар да тойып қашқалақтай берді. Бенедикт ағай палубада көрінсе-ақ болды. Негрлер команда бөлмесіне кіріп тығылатын болды. Құрметті энтомолог, енді лекцияны бір ғана тыңдаушыға, тек Геркулеске ғана оқып қанағат етуіне тура келді. Ол Геркулестің бит бүргеден жарғақ қанаттыларды ажырата аларлықтай қабілеті барлығын білген еді. Алып негр енді қоңыздар арасында болды. Олардың ішінде ызылдауық қоңыз, шелкундар, мүйізді қоңыздар, ұзын тұмсық қоңыздар, шұбар қоңыздар, қабық кемірушілер, дән жеушілер, тағы басқалар бар. Геркулес Бенедикт ағайдың коллекциясын аударыстырып көре берді. Бенедикт ағай өзінің кеудіріп тұрған құрт құмырсқаларын Геркулестің жұп-жуан қышқаштай қатты қолдарымен дөрекі ұстағанын көргенде қиратады деп қорқып зәресі қалмады. Бірақ есейіп қалған оқушы лекцияны аса зейін қоя тыңдайтынды. Сондықтан да профессор өз байлығын алыптың қолына беруге тәуекел етті. Бенедикт ағай Геркулеске сабақ беріп жүрген кезде миссис Уэлдон да кішкентай Джекке жазуын жаздырып хат танытты. Ал Диксент оған есеп бастамасын үйретті. Үйретілген сабақ қызғылықты ойын сияқты болғандықтан 5 жасар сәби оқуды оңай меңгеріп кетті. Миссис Уэлдон кішкентай Джекке оқу үйреткенде әліппе қолданбай қызыл бояумен үлкен етіп әріптің таңбасы салынған ағаш ойыншық қолданды. Кейде ол әріптерден бірер сөз құрастыратын да араластырып жіберіп әлгі сөзді қайтадан құрастырататын. Бұл ойын балаға аса ұнады. Ол біресе әріптерден сөз құрап, біресе барлық әріптерді араластырып жіберіп әлгі сөзді қайтадан құрап, каютада немесе палубада күн сайын ұзақ уақыт әуреленетін болды. Бұл ойын дәріптеп айтуға тұрарлық сондай ғажап ойда жоқ бір оқиғаның пайда болуына себепші болған еді. Бұл уақиға 9 ақпан күні ертеңгісін болды. Джек текшеден бірер сөз құрастырып палубада отыр. Сөз құрастырылған текшені Джек араластырып жіберген соң, Том қарт әлгі сөзді жаңадан өзі құрауға тиіс. Ол Джектің нендей сөз құрастырғанын көрмеу үшін көзін қолымен басып, ойын тәртібін сақтап бір шетте отыр. Онда бас әріптер мен жол әріптерден басқа цифрлар жазылған текшелерде барды. Сөйтіп бұл ойын оқып үйрену үшін ғана емес, есеп үйрену құралы да болды. Джек текшелерді қатарына тізіп қойды да, қабағын түйе түсіп, ішінен өзіне керекті әріпті алды. Ауыр жұмысқа баланың беріліп кеткендігі сонша, тіптен өзінің қасында жүрген Дингоны да байқаған жоқ. Ит ойда жоқта бір әріпке көзін қадап, тұрған орнында сіресті де қалды. Оң жақ алдыңғы аяғын көтеріп, құйрығын бұлаңдатты. Сосын текшені тістеп алып, бірнеше қадам арырақ апарып палубаға қойды. Бұл текшеде Си әрпі жазылған еді. «Бер, Динго!» деп айқайлады Джек, текшені Динго жеп қоятындай көріп. Динго қайтып келді де тағы бір әріпті тістеп алып, ана әріптің қатарына апарып қойды. Екінші текшеде Би әрпі барды. Джек айқайлап жіберді. Оның айқайына палубада жүрген миссис Уэлдон, капитан Гуль және Диксент бәрі жүгіріп келді. Джек оларға иттің таңғажайып қылығын баяндады. Динго әріп таниды екен. Мұны кішкентай Джек өз көзімен көрген. Диксент текшені Джекке әкеліп беріп, итке барып еді. Динго оны ырылдап қарсы алды. Сонда да болса жас өспірім текшені иттің алдынан алып, қалбырдағы текшелерге әкеліп қосты. Динго жүгіріп келіп, әлгі екі әріпті қалбырдан қайта аралап тауып алды да бір шетке апарып қойды. Әріптің үстіне аяғын салып, ешкімге бермеймін деген сияқты кейіп көрсетіп тұрған адамдарға алара қарады. Әліппенің басқа әріптеріне қараған да жоқ. Оған бөтен әріптер мүлдем керексіз сияқты. «Нендей ғажап!» деп дауыстады миссис Уэлдон. «Шынында да өте ғажап», деді капитан текшеге тесіле қарап. «Си, Би» деп оқыды миссис Уэлдон. «Си, Би» деп капитан Гуль де қайталады. Дингоның қарғы бауындағы әріптер де осы. Сосын ол қарт негрге кенет бұрылып, «Сіз бұл итті Вальдек капитаны жуырда асырап алды дедіңіз, білем», деп сұрады. «Иә, Дингоның Вальдекке келгеніне небәрі 2 жыл шамасы ғана. Вальдектің капитаны бұл итті Африканың батыс жағалауынан тауып алып па еді?» «Иә, Конго жағасынан тапқан. Бұл туралы Вальдек капитанының бір емес, әлденеше рет айтқанын естігенім бар. Сөйтіп, Дингоның бұрынғы иесінің кім екенін және оның Африкаға қалай барып қалғанын ешкім білмеді ме?» «Ол жағы ешкімге мәлім емес, капитан.
Иттің тағдыры тастап кеткен нәрестеден де жаман ғой. Өйткені оның ешқандай документі айтуға тілі жоқ. Капитан Гуль ойға қалды. Сіз бұл екі әріптен бірдеңе түсіндіңіз бе? Деп сұрады миссис Уэлдон. Иә, миссис Уэлдон. Бұл әріптер мені ойға қалдырып тұр. Дегенмен, мүмкін әлде қалай дөп келе қалған болар. Қалайша? Бұл екі әріпте мән болуы мүмкін. Бұлар бір ержүрек саяхатшының тағдырын анықтауға жәрдем етер деймін. Сіздің не айтқалы тұрғаныңызға түсіне алмадым. Миссис Уэлдон, сабыр етіңіз, қазір айтам. 1871 жылы, дәлірек айтқанда, бұдан 2 жыл бұрын, бір саяхатшы континентті батыстан шығысқа қарай кесіп өтпек болып, Францияның географиялық қоғамынан тапсырма алып Африкаға жөнелген. Оның экспедициясының аттанған жері дәл Конго өзенінің жағасы болатын. Барып тірелетін ақырғы пункті Ровум өзенінің сағасындағы Делгадо мүйісі. Саяхатшылар Ровум өзенін жағалап төмен ағуға ниеттенген. Ол Самуэль Верной деген адам еді. Самуэль Верной? Деп қайталады миссис Уэлдон. Иә, Самуэль Верной. Байқайсыз ба? Ол кісінің аты мен фамилиясы Дингоның алфавит ішінен аралап алған әріптерінен басталады. Және бұл әріптер оның қарға бауына ойылып жазылған. Шынында да сәйкес екен, деді миссис Уэлдон. Ал сонымен, ол саяхатшы не болды? Ол кісі экспедицияға аттанып кеткен, деп жауап қатты капитан Гуль. Сол күннен бері одан ешқандай хабар жоқ. Мүлдем хабарсыз кетті ме? Деп сұрады Диксент. Иә, мүлдем хабарсыз, деді капитан Гуль. Одан нендей қорытынды шығармақсыз? Деп сұрады миссис Уэлдон. Демек, бұл ит Самуэль Вернонның иті болса керек. Бірақ егер менің болжамым әділетті болса, Динго қожасынан гөрі бақыттырақ. Ол өзін Вальдектің капитаны тауып алған жерге, Конго өзенінің сағасына кері оралып жетуіне мүмкіндік болды. Капитан, сіз мынаны айтыңызшы. Француз саяхатшыға ит еріп шыққанына сеніміңіз бар ма? Әлде бұл сіздің тек жорамалыңыз ба? Жоқ, миссис Уэлдон. Бұл менің тек жорамалым ғана, деп жауап қатты капитан Гуль. Дегенмен Дингоның бүкіл алфавит арасынан С және Б әрпін ажырата білуі Самуэль Вернонның иті екендігіне талассыз дәлел бола алады. Әрине, иттің 26 әріптен құралған алфавит арасынан 2 әріпті ажырата білуі қайдан және қалай үйреніп жүргенін айта алмаймын. Әйтеуір сол 2 әріпті Дингоның білетін анық. Ана қараңызшы, оның текшелерді аяғымен ысырып қоюы, мынаны оқыңыз деп бізге жалынған сияқты емес пе? Шынында да, Дингоның қылығын басқаша пайымдауға болмайтын еді. Бұл қиын экспедицияға Самуэль Вернон жалғыз шыққан ба? Деп сұрады Диксент. Білмеймін, деді капитан Гуль. Бірақ жергілікті халықтан жүк көтеруші отряд алуы ықтимал. Осы минуттан Негоро палубаға шыға келді. Алғашқыда оның келгенін ешкім байқаған жоқ. Және С мен Б әрпін бұрынғысынша аяғымен басып тұрған итке Португалдың отты көзімен қарағанын да ешкім сезбесе керек. Бірақ Динго кеме аспазының көрісімен тісін ақситып ызалана арылдады. Негоро сол сағатында кері бұрылып, өзінің каютасына кіріп кетті. Бірақ оның итке қарап өткен отты көзінде ешқандай жақсылықтың нышаны жоғы айқын еді. Мұнда бір құпия сыр бар екен, деп көпірледі капитан Гуль. Иттің алфавит ажыратуды үйрену ғажап емес пе? Деді Диксент. Жоқ, деп айқайлады кішкентай Джек. Мамам оқида, жазада білетін иттің әңгімесін маған талай айтқан. Ол иттер тіптен мектеп мұғалімі сияқты домино ойнауды да біледі екен. О, қарашығым, деді миссис Уэлдон күлімсірей сөйлеп. Мен саған Мунито деген итті әңгіме еткенмін. Ол ит мүлде сенің айтқаныңдай білімді емес. Егер менің естігеніме сенетін болсаң, Мунито өзінің сөз құрастырған әріптерін бірінен бірін ажырата да білмейді. Оның білгірлігіндегі күллі жасырын сыр есту органының аса сезгіштігінде екен. Оның иесі бір пысық американ болған. Ол Мунитоның бүкіл қасиетін біліп итті үйрете бастайды. Сөйтіп ақырында таңғаларлық нәтиже шығарған. Миссис Уэлдон, ол адам Мунитоны қалай үйретті екен? Деп сұрады жас әйелдің әңгімесіне Джектен де бетер қызыққан Дик. Ол, былай достым, Мунито жиналған жұртқа ойын көрсетерде стол үстіне мына текшелер сияқты әріп таңбасы салынған текшелер қойылады. Ит құрастырылуға тиісті сөзді халықтың айтуын күтіп, стол үстінде әрлі-берлі жүре береді. Айтылған сөзді ит иесінің білуі шарт. Демек, иесі қасында болмаса, дей беріп еді Дик.
ит өздігінен де түк істей алмас еді, деп миссис Уэлдон Диктің сөзін жалғастырып әкетті. Әріп таңбалары жазылған текшелердің стол үстінде жайылып жатқанын жаңа ғана айтып өттім. Монито ол әріптердің жанына келіп әрлі-берлі жүре береді. Құрастыратын сөзге керекті әріптің тұсына келеді де қалт тұра қалады. Бірақ ол өзіне керекті әріпті танығандықтан тоқтайды емес. Иесінің қалтасындағы тіс шұқуыш қауырсынның шырт еткен дыбысын естіп тоқтайды. Қауырсынның шырт еткенін басқа адамдар аңғармай қалады. Болмашы дыбыс иттің әлгі текшені алып, басқа текшелердің қатарына апарып қоюына берілген белгі еді. Мұндағы жасырын сыр бар болғаны осы ақ па? Деді Дик Сэнд. Иә, бары болғаны осы. Жасырын сырдың ешқандай қиындығы жоғын байқаған боларсың, деп жауап қатты миссис Уэлдон. Дегенмен циркте көрсетілетін басқа да фокустардың көпшілігі осы сияқты оңай болады. Иесі жанында болмаса Монито талантты білгірлігін өздігінен істей алмас еді. Ал енді мына Динго Самюэл Вернонның жоғында ақ, егер мұның есі шынында да сол болса, мына екі әріпті тани білді. Мен бәрінен бұрын осыған таңданып тұрмын. Арасында да бұл таңданарлық уақиға, деді капитан Гуль. Дегенмен бұл арада Динго жұрттың қалауымен сөз құрастырып тұрған жоқ. Оның аралап алатыны тек қана екі әріп. Сол әріптен жаңылып жаза баспайтыны ғажап. Бір ит қайыршыларға үлестіруге арналған қалдық астан ас сұрап монастырь есігіндегі қоңырауды шылдыратуды үйренген екен. Сол ит ет қақтайтын істік темірді күнара аударып тұруға тиіс болыпты. Осы жұмысын кезексіз күндері істемей жүріпті. Мүмкін ол иттер біздің Дингодан анағұрлым жеңдірек болар. Бірақ әңгіме онда болып тұрған жоқ. Біздің алдымызда талассыз екі факті тұр. Динго текше алфавитінің ішінен тек қана С мен B әрпін аралап алады. Шамасы, ол басқа әріптерді танымайтын шығар. Бұдан бір ғана қорытынды шығаруға болады. Осы екі әріп иттің есінен қалмастай бір уақиғаға себеп болған. Ах, капитан Гуль, деп күрсінді Дик Сэнд. Дингоның тілі болса, мына екі әріпті қайдан білетінін және аспазға неліктен тісін қайрайтынын айтып берер еді. Тіс болғаныңа, деп күлді капитан Гуль Динго есінегенде оның ақсиған өткір тісін көрсетіп.